Туран университеті осымен 10-шы жыл қатарынан болашақ дипломат жастар арасында Біріккен ұлттар ұйымы үлгісі негізіндегі пікірсайыс ойындарын өткізіп келеді. Оның ашылу салтанаты аясында ұйымдастырылған Туран Біріккен ұлттар ұйымы моделі 2023 атты халықаралық конференцияға әлемдік ұйымдардың, сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдері, шет мемлекеттердің елшілері мен консулдары қатысып, әлемдік саясаттың өзекті мәселелерін талқылады. Вопрос продвижения идей мира имеет огромное значение, неприходящее значение. Это не дежурные слова, не просто. Поэтому молодежь, вы представляете семьи, вы представляете не просто слой, вы представляете мощные силы в нашем обществе. Я думаю, что вот идея ООН, которая здесь говорится об этом, и мы хотим еще раз подчеркнуть, что Казахстан огромная страна территориальная, мы находимся в центре между сил притяжения. Здесь дружественный Китай, там Россия, здесь исламский мир, поэтому мы со всеми хотим дружить. Конференцияға қатысушылар қазақ елінің әлемдік аренадағы рөлі мен Біріккен ұлттар ұйымына мүше ретінде атқарған жұмыстарына тоқтала келе, дүние жүзінде болып жатқан соңғы оқиғаларды, халықаралық қатынастар төңірегіндегі әлемдік дағдарыс, әлеуметтік-экономикалық проблемаларды сөз етіп, осы тұрғыдағы Біріккен ұлттар ұйымының жұмысы мен рөлі жайында бөлісті. Для меня большая честь принять участие в данном мероприятии. Модели ООН университета уже 10-й год организуется и способствует ознакомлению с функциями и механизмом ООН, и еще наблюдение за международной ситуацией и формирование глобального мировоззрения для казахстанских студентов, что стало знакомым проектом университета Туран. Надеюсь, что университет продолжит такую добрую традицию и пусть и станет лучше и лучше. Конференцияның ойын бағдарламасы комитет жұмыстарынан тұрады. Ойынның форматы пікірталас. Комитет мүшелері саяси жағдайды демократиялық жолмен шешуді көздейді. Уәкілдер жеке көзқарасын емес, өздері таңдап алған белгілі бір елдің ұстанымын қорғайды. Әр комитеттің мақсаты талқыланған мәселе нәтижесінде бәтуаға қол жеткізу және тиісті қарар қабылдау. Бұл шараны бірнеше жылдан бері өткізіп келе жатырмыз, Біріккен ұлттар ұйымымен бірге отырып, және соңғы жылдары сыртқы істер министрлігінің Алматыдағы өкілдігі де белсенді түрде қолдаушы әрі ұйымдастырушы ретінде қатысып келе жатыр. Бұл шараның маңыздылығы өте зор, әсіресе болашақ дипломаттар үшін, студенттер үшін. Біз Туран университетінде халықаралық қатынастар және аймақтану мамандықтары бар, және халықаралық құқық. Сол студенттер үшін өте маңызды. Студенттер теориялық білімді алғанымен қатар, халықаралық деңгейде ғаламдық проблемаларды шешудің әдістерін осы конференцияда қатысу арқылы талқылайды. Биыл Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің ашылғанына мерейлі 30 жыл толды. Сондықтан халықаралық конференцияда осы айтулы күні арнайы ұйымдастырылды. Ұйым өкілдерінің Біріккен ұлттар ұйымының жұмысын, мақсаты мен міндетін насихаттауға 10 жылдан бері үлес қосып келе жатқан Туран университетіне алғысы шексіз. Мы высоко ценим то, что университет Туран присоединился к инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций взаимодействия с академическими кругами United Nations Academic Impact. И мы очень-очень признательны за то, что постоянно университет организует модель ООН. В этом году уже 10-я. И символично то, что мы сегодня встречаемся, когда тоже отмечаем 30-летие открытия первого представительства Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан, конкретно здесь, в городе Алматы. Поэтому огромное спасибо и желаю всем счастья, удачи, успеха и прежде всего благодарен за весомый вклад университета, прежде всего в дальнейшее развитие студентов, в то, что они могут очень активно и прежде всего грамотно поддерживать современную инициативу Организации Объединенных Наций, целеустойчивое развитие.